Осы әлемді өзгертетінбіз ғой, жастар. Телефон деген дерт адамзаттың түбіне жетті. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna live at a house in the garden, never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun tonight. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware. Ey, Gustaf'ın cesipte ne beredi? Ey, sen de görüktün. Alo. Жарайды. Ойнасаңдар ойнай беріңдер. Бірақ бәрібір кітаптерден шығарып отырыңдар. Егер біреу тексеріп қалса не болады? Сағатты қанша болды? Сағат сабақтың басталуына 5 минут қалды ғой. Шығарып отырыңдар кітаптерден. Now, no, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have. Қарасай, мән түсіректі? Иә, күшті, білем ғой. Күшті шығатын едіңдер. Жүрген түсірек. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must have. Күтіп тұрғандарыңыздай апай жоқ. Мынау біздің класс. Міне бүгін мен жаяу келдім, автобус жоқ. Автобустың ішінде адам толы, ыстықтап кеттік. Міне мынау біздің оқымысты бала, мынау біздің ойнағыш бала. Мен бүгін сабақтан шығып шопингке барам. Достар, бүгін мен жаяу келдім. Жігіттер кеше айтышты дейтін жаңа видеосын көрдіңдер ме? Қызық болды ғой. Бірақ ана неде саптағылаған қызық болды, жаңа болды. Қажеті болды. Әлі апам келіпті ғой. Қайда жүрсің, а? Өтші көздесің. Тоғы мен қасыма отырмашы. Уақытты ғой. Не болып кетті? Неге жабысқа қасына осы телефондарға? Кассаға қоқысы ғой. Неге дайындамайсыңдар сабақтарына?
сұхбат сұраймыз. Не үшін ашуланып жатсыз? Қойшы. Достар, Бегар жауап бермей жатыр бізге, соған қарағанда ашуланып отыр. Саламатсыздар ма, балалар? Балалар, телефон тастаймыз. Телефон тастаймыз. Балалар, телефонды шұқыламай, деймін, шұқылаңдар. Бірақ өз уақытысында. Қазіргі уақытымызды білімге, оқуға жұмсауымыз қажет. Сендерге ел, біз, ата-аналарымыз сеніп отыр. Апай, мен бұларға айтып жүргеніме біраз болды. Жарайды, бүкіл мәліметтің бар телефонда екен. Бірақ оны олай деп қатты кетуге де болмайды ғой. Ары қарай не болатынын да білмеймін. Ойласам қорқынышты. Балалар, кешіккен үшін кешірім сұраймын. Қазір үзіліске шықсаңыздар болады. Достар, апай мен Бегарстың айтқаны дұрыс. Телефонды шектеулі ұстау керек. Өйткені көздеріңізге зиян тиеді. Сондықтан телефонды сіздер де ашық қылыңыздар. Сторис аз деп ренжімеңіздер, өйткені мен шешім қабылдадым телефонды аз ұстауды. Сабақты оқимыз. Телефонның қызығына кіріп кеткен балалар-ай. Өздерінің алтын уақыттарын кетіріп жатқанмен шаруасы жоқ. Одан да денсаулығымызды ойламайық па? Және де осы әлемді өзгертетін біз ғой, жастар. Телефон деген дерт адамзаттың түбіне жетті.